Хош көрдік біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері. Біз бүгін қырға шыққан кезде, тауға шыққан кезде, демалысқа шыққан кезде, природа деп айтып жатамыз ғой. Сол кезде оқтау тақтай жоқ кезде банкіменен қалай қамыр жаю керек екенін көрсетемін. Міне алдарыңызда қамырды үзіп алып, жуала қылып, міне осындай банкіменен ары бері жайсаңыздар әдемі болып шығады. Міне ортасын тесіп, бұл шелпек. Міне шелпектің арасын кеспесеңіздер май кірмей қалады. Міне мынау енді кішігірім пираж жасаймыз. Алып шыққан картошкаларыңыз болса, не болмаса қазір көрсетемін, мынандай міне парш. Енді кез келген нәрсені салып, ішіне осылай түйесіздер. Түйіп, міне мынау ақырын қайнап атқан, қатты сақылдап тұрған, қызып тұрған майға саласыздар. Міне сұйық майға осындай ақырын өстіп піседі. Бұл үйде болмаса асығыс жағдай болып қалған кезде, оқтау тоқтай жоқ болып қалған кезде, енді болады ғой, түрлі жағдай болады. Не болмаса, демалуға шыққан кезде оқтау тақтайсыз, апарған сусындарыңыздың сыртын банкіні осындай қамыр жайғыш ретінде қолдануға болады. Кез келген формада жасауға болады. Міне мынау пісіріп шыққан қызыл пирожки, шелпектер міне өзі көз алдыңызда көріп тұрсыздар. Дәл осылай жасап, үйде де жасап жеуге болады. Мысалы, үйде оқтау тоқтай жоқ болып қалады. Енді түрлі жағдай болады ғой. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызға жазылып, бізді қолдаңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.